Қыран күн көзіне жасқанбай тіке қарайтын жалғыз жаратылыс. Сондай мықты тегеуріне қарап, халқымыз оны дала сермеңдесі, аспан серісі, қанаттылар ханы деп қадір тұтады. Авиация генерал-майоры, Совет одағының 2 мәрте батыры Талғат Бигелдиновтың болмысы қыран құсқа тоқайласқандай. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жау жағы оның ұшағын қара жал деп атаған. Ал майдандас достары оны қазақтың қыраны деп құрметтеген. Мың 1943 жылдың көктемі, 13-ші нөмірлі Ил-2 шабуылдаушы ұшағын тізгіндеген аға сержант Талғат Бигелдинов әуеде немістің жойғышы Мессершмиттке тап келеді. Мұндай жағдайда қашып құтылыңдар деген қолбасшылықтың бұйрығы бар. Себебі Ил ұшағы барлау ісіне ғана жарайды деп есептелген. Бірақ Талғат Бигелдинов бұйрыққа бағынбай. Ол жаудың жойғыш ұшағына қарсы ұрыс жүргізеді. Сол бір сәт туралы батырдың өзі баяндаған бейне жазба архивте сақтаулы. Это было время, когда, значит, уничтожали демянскую группировку. Подходя к линии фронта, значит, мы слышим с земли о том, что штурмовики, будьте внимательны, над целью до 60 истребителей. Посмотрел справа у меня, понимаете, мистер Шмидт, М-109, значит, атаковал меня и поворачивает. Я его первый раз видел-то, этот самолет, мистер Шмидт. Поворачивается и уходит. Ну, я уже наблюдаю за ним. Он ко мне сзади опять заходит. Ну, я думаю, что стали в вираж. Мессершмиттің ішінде отырған адамда жай ұшқыш емес. Әуе шайқасының шебері капитан фон Дитрихе. Ол Испания, Франция, Балқан жерлерінде бірнеше жауынгерлік операция жүргізіп, 108 ұшақты атып түсірген екен. Бірақ жойғыш ұшақпен жекпе-жекке шыққанда жас Талғат оның штурвалында отырған адамның кім екенін білген жоқ. Не болса да тәуекелге бел буған. Ол жаңағы менсінбей күліп, былай шығып, тоқтат, жерге отырғыз деп дегендей. Сосын бір уақытта ана прицелді көріп қалдым дейді. Басып жіберемін дейді. Көріптің бір дейді. Мана трассердің оқ барып тиіп жатыр дейді. Содан кейін командир шақырып келсем, Бигелдинов, сен бүгін жаңа тактика аштың бізде. Бұндай бомбардировкпен ана истребительді өртеп, жандырып, құлататын ондай болған жоқ еді деп. Ешқашан әлем авиациясында болмаған, чтобы штурмовик истребительге қарсы шыққан. Енді анау жеңіл нысан деп санаған ғой, ойнайын мысық. Тышқанмен ойнағанда ойнайын деп ойлаған. Алдынан ұшып кетіп, қарамаға ұшып кетірғанда шассиін жібереді. Алдынан шығып, асықпа атып құлатам ғой деген кезде Талғат Бигелдинов ойлаған, өлсем өлем, бірақ маған қарсылық көрсетейін деді. Пулеметін қосады да, немісті атып түсіреді. Осылайша жас Талғат Ил ұшағымен Мессершмитт жойғышын құлатқан тұңғыш шабуылдаушы ұшқыш ретінде тарихқа енді. Талғат Бигелдиновке соғыстағы алғашқы марапаты 2-ші дәрежелі отан соғысы ордені және кіші лейтенант шені табысталады. Осы сәттен бастап, әуелде бойың аласа деп менсінбеген қолбасшылар оған ерекше назар аудара бастайды. Бойы метр 53 сантиметр. Армия келсе, командирі самолет бермейді. Он айтады, я, товарищ полковник, летать могу. Как? Очень просто. Сөйтіп, бір жаман самолетті алып, техники екеуі сол самолетті жасайды. И ұшады. 13 нөмір дейді. Енді басқа ұлттың елдері 13 нөмірден қорқады ғой, чертова дюжин дейді ме? Соған отырып, соғыс бастадым дейді. Мына картаны береді дейді.
жаңағы қай жаққа барып соны жақсылап қарап оқып алам, сызып жаттап алып сосын қарайым дейді. Мына немістердің алдынан шықсаң, ана зейнеткерлері дайын тұрады екен. Сондықтан кішкентай тау болса, таудың астына тығылып барып содан шығып, ана шабуыл жасайым дейді. Болмаса, сол жағынан, оң жағынан бізде тыл дейді ғой. Арт жағынан күтпе жағынан де шабуыл жасап, жаңа бомбаларды тастап, жаңағы қару-жарақтары атылып атқанда, әуежайда тұрған самолеттер жанып атқанда, сөйтіп тезірек өтіп кетеміз дейді. Талғат Бигелдинов 1942 жылы желтоқсан айында Калинин майданындағы 296-шы авиациялық дивизияның 800-ші шабуылдаушы авиаполкіне қосылады. Жас ұшқыш 13-ші нөмірінен де 40 жамау түрінен де барлығы үрейленетін ұшақпен жауынгерлік тапсырманың талайын сәтті орындайды. Өйткені ол бала күннен қиындықтан қорықпайтын, әрі өзі Кенесары ханның қолбасшысы болған Басықара батырдың ұрпағы. Талғат Бигелдинов 1922 жылы 5 тамызда дүниеге келген. Оның туған жеріне қатысты екі түрлі дерек бар. Бірінде Ақмола облысының Қорғалжын ауданындағы Майбалық ауылында туған делінсе, екіншісінде Бішкекте өмірге келген деп жазылады. Ал Талғат Бигелдиновтың өзі мынадай естелік қалдырған. Мен биік дөңгелекті түйе жегілген арбада, жалпы айтқанда кәдімгідей көшпелі қоныста дүниеге келіппін. Ақмола аймағына белгілі болған бай Ғалибай өз малын тәркілеуден құтқару үшін менің әкем Түсіпбекке және бабам Бигелді руынан шыққан кейбір жақындарына, олардың ішінде менің анам Хадия да бар, малды Алатау тауларына айдап тастауға тапсырма берген. Аяғы ауыры анам көш-қонға қатысқан барлық әйелдер сияқты түйеге салт мініп жүре берген. Тек қана босану мерзімі жақындап келгенде түйеге жегілген арбаға отырған. Мұнда ол ашық аспан астында болашақ штурмовик ұшқышты дүниеге алып келді. Бұл көш-қонның екінші не үшінші күнінде ауылымыздан алыс емес жерде болған оқиға. Талғат Бигелдиновтың естелігінен үзінді. Ал енді туған жеріне қатысты екіұдай пікірдің айтылатын себебі, оны бала күнде туған әкесі Түсіпбек, баласы жоқ інісі Жақыпбектің бауырына басып берген екен. Содан Талғат Бішкекке көшіп кеткен. Бірақ ол отбасыдан жылулық сезіне қоймайды. Талғат жастайынан ауыр жұмыспен айналысып, өз күнін өзі көруге бейімделеді. Батыр бір сұхбатында, балалық шағымда маған мейірімін аямай төккен жалғыз адам болды. Ол 101 жас өмір сүрген асыл әжем деп еске алған. Талғат Бигелдинов 1938 жылы Бішкектегі аэроклубқа оқуға түседі. Сонда әжесі, ұлым, саған бір дұға үйретейін. Жаңбыр жауса, найзағай жарқылдаса, соны оқы, сені қорғайды деген екен. Өзінің айтуынша сол дұғаның арқасында ол бәрі үрке қараған нөмірі 13-ші ұшақпен талай қиындықтан аман шыққан. Бабушка была из очень прогрессивной семьи. Она знала 4 языка, хорошо очень училась, и она знала, что надо учиться для того, чтобы какую-то профессию приобрести. Значит, в 7 классе отец уже пошел в аэроклуб. Тасавқа алмайды. Бірақ та өзі сондай сұранып тасавқа түсті. Сонеген 18 жаста училищеге барады. Училищеде, военный училище летчиков алмайды оны. Неге дейсіз? Бойы кішкентай. Мені де алмады. Менің бойы 1,50 сантиметр болған. Бірақ та мен де тырысып, әйтеуір түстім. Тәке сөйтіп училищеге түсіріп, жақсы инструктор болды уже. Ұшақ моделін жасаумен айналысатын көрші баланың жанында жүріп, аспанға ұшуды армандаған Талғат 16 жасында аэроклубқа оқуға барады. Талғат Бигелдинов 1940 жылы Балашев әскери авиациялық мектебіне ауысады. Одан кейін Орынбордағы Чкалов әскери авиациялық ұшқыштар училищесінде білім алады. Оны 1942 жылы ефрейтор шенінде бітіреді. Бұл кезде соғыс жүріп жатқан. Талғат әуелде майдан даласына баруды ойлайды. Бірақ әлі де шеберлігімді шыңдай түсуім қажет деп, Ил-2 ұшағын басқарудың қыр-сырын игеру үшін
Ижевск қаласында құрылған айрықша авиаполкке аттанады. Сол жақтан Қандұрысқа қосылады. ...1943 жылдың мамыр айы, таңғы уақыт. Генерал Рязановтың бұйрығымен көкке көтерілген Бигелдинов полкының ұшқыштары Харьков маңындағы жау аэродромына шабуыл жасайды. Бомбалаушы 12 ұшақты және ангарлар мен авиабомба қоймасын күл-талқан етіп оралады. Сол күні түсте Илдер Харьковке тағы бет алады. Бұл жолы шабуылдаушылар истребительдердің қорғауынсыз өздері қанаттанады. Өкінішке қарай Танала кеуімде есесі кетіп ерегіскен жау оларға зениттерден оқ жаудырады. Осы кезде тапсырмадан келе жатып бұларды байқап қалған мессерлер қорғанысқа қосылады. Айналдырған 6 шабуылшыға 12 жойғыш қарсы тұрады. Аласапыран айқаста Талғат немістің бір ұшағын атып құлатады. Өз ұшағына да оқ тиеді. Бірақ кері шегінуге жол жоқ. Өйткені жақын жердегі жау аэродромында 100-ге жуық бомбалаушы мен истребитель тұр. Талғат соған қарай бағыт алады. Бұны көрген аэродром абыр-сабырға түсіп, ұшақтарды әуеге көтереді. Екі тарапта өліспей беріспейміз деп шайқасады. Жау аэродромы жалынға оранады. Талғат бастаған шабуылдаушылар штурвалды кері бұрады. Осы кезде Бигелдиновтың оқ тиген ұшағы сыр береді. Екі истребитель немістердің атып, самолет жанғаннан кейін олар парашютпен түсіп, линия фронтта өтеміз деп жүргенде немістер аттарына түсіп, қуып, сол уақытта ана қасындағы екі авианкі мені басып қаза табады. Ол жалғыз тағы да бір жетіп жүріп, әскери бөлімін тауып, сөйтіп әзер шыққан. Полктағылар Талғат Бигелдиновты опат болды деп ойлаған екен. Бірақ ол жаралы болса да жау қолына берілмей майдан шебіне жетеді. 20 күнде емделген соң Талғат бірінші нөмірлі ұшақ штурвалын қайта ұстап, көкке көтеріледі. Тағы да аспандағы айқас, Днепр үшін шайқас. Шабуылдаушыларды бастаған лейтенант Талғат Бигелдинов жауға қарсы жойқын соққы береді. Бірде қозғалтқышы істен шыққан ұшағын мина алаңына қондырып, одан да аман қалады. Екіншіде немістің әйгілі Мессершмитт, Вокке Вульф, Юнкерс ұшақтарын бомбылайды. Осы ерлігі үшін генерал Рязанов оған Қызыл ту орденін табыстайды. 1944 жылдың 14 қазанда Талғат Бигелдиновтың эскадрильясындағы 4-тік звеносы барлай жүріп шабуылдау операциясын атқарады. Операция барысында олар жасырынған 50 ұшақты автомашинаны байқайды. Осы кезде бұл 4-тікке 8 бірдей Вокке Вульф 190 және 4 Ме-190 ұшағы тап береді. Бірақ Талғат командирлік қабілетінің арқасында жаудың 7 машинасын талқандап үлгереді. Сөйтіп, звеносына еш зардап тигізбестен аэродромға оралады. Осы оқиғадан кейін, яғни 1944 жылдың 26 қазанында 22 жастағы лейтенант Талғат Бигелдиновке Совет одағының батыры атағы беріледі. Это было во время форсирования Днепра. Нам была поставлена задача уничтожить танки противника за Днепром. Вот здесь как раз шло форсирование. Значит, мы 18 самолетов под прикрытием 12 истребителей. Подходя к линии фронта, докладываем, они говорят, отставить выполнение задачи, свяжите воздушный бой с бомбардировщиком противника. Ну а где же бомбардировщики, спрашиваем? Говорят, прямо идите по курсу. Переходим мы, Днепр. Ну, короче говоря, я вам скажу, воды не было видно. Там все на чем хотят переплывать на Днепр. Но мы когда отошли километров 20, смотрю, 2 группы идут. Одна группа, сзади другая. А мы вот так вот идем. Ну что сделать надо будет, Наша задача не допустить к переправе этих бомбардировщиков. Вы представляете, если одна бомба упадет, то эта переправа, это, несомненно, понимать, 500 жизней не будет. Ну, все мы стреляли по ведущим. Ведущий, ушло противника, сбросил свои бомбы на свои же войска, вся группа с ним, потому что ведомый зависит только от ведущего. Второй группой мы, связались, короче говоря, вторая группа тоже, ни один самолет не дошло. Ну, короче говоря, бой закончился, смотрю, мои самолеты, все это, 18 самолетов, все целые.
Бойында ұшқышқа тән ержүректілік әрі байқағыштық қасиеттері бар. Соғыс кезінде батылдық, табандылық және алға қойған мақсатына жете білушілік қырынан танылды. Жоғары дәрежелі ұшқыш, солай бола тұра қарапайым, өзіне жоғары талап қоя біледі. 130 мәрте шабуылға шығып, 2 М109 2 бомбалаушының көзін жойды. Кез келген қиын тапсырманы жүктеуге болады. Көліктің кез келген түрін, тіпті эскадрильяны да жүргізе алады. Талғат Бигелдиновке берілген мінездемеден үзінді. 1944 жыл. Ерекше жауынгерлік қабілетіне байланысты аса жауапты тапсырмалар Талғат Бигелдиновке жүктелген. Ол бірде өз басын бәйгеге тігіп, мыңдаған жауынгерді ажалдан құтқару үшін барлауға шығады. Осы ерлігі үшін оған даңқ орденімен аға лейтенант шені беріледі. У немцев был поезд, который портил железные дороги. Вот он идет, этот поезд, за ним, значит, эта железная дорога, по ней уже идти нельзя. Его искали, но найти не могли. Отец полетел его искать, этот поезд, и нашел его. А он завуалирован снегом, грязью и там еще чем-то. Вот. И солнце садилось, и он увидел тень, что тень двигается. Вот. Подлетел поближе и увидел этот поезд. Вот он его разбомбил. Бір сұхбатын берген кезде, жердегі нысанды қалай жойдыңыз, қалай көзеп дәл тигіздіңіз деген кезде, бір қалжыңдап болса да, бірақ шындығын айтқаны, мен аяқ киімнің киген етігінің башпайында 1/3 бөлігіне жердің нысаны киген кезде мен бомба жіберетін дейді. Сол дәл тиетін дейді. Ол өзінің бір методикасы сол кезде, сол заманның сайын методикалар бар. 1945 жылы Талғат Бигелдиновке тағы да аса жауапты міндет тапсырылды. Ол Рейхстагқа жақын жердегі жаудың қорған шебін барлауға аттанады. Совет сарбаздарының ішіне бірінші болып Берлиннің үстімен ұшып өтеді. Сол жылы 11 наурызда эскадрилья жаудың 2 батареясын және ондаған дзотын талқандайды. 14 наурызда атақты елді тізгіндеген шабуылдаушылар Копендорф ауданында жаудың 5 танкісін, 3 брондалған көлігін және Шенаудың түбінде жаяу әскерін жояды. Ну, однажды, значит, приходит командир корпуса к нам на КП и, значит, вызывает меня. Ну, говорит, товарищ Бигельдинов, покажите карту вашу. Я показал карту. И, говорит, карта у вас не хватит. Я думаю, куда же посылает? Карты не хватит. Ну, как начальник штаба, подклеить ему, значит, еще район Берлина. Ну, думает, среди белого дня Берлин. Значит, сам думаю, значит, стою. И говорит, да, товарищ Бигельдинов, сейчас полетите на разведку, значит, прямо в Берлин. И я полетел. Сказал, что посмотрите Берлин, какое движение. Подстух Берлина, какое движение. Значит, если встреча аэродром, если самолеты по нему, вот такой вот, посмотрите, что творит в Берлине. Потом, когда пойдете, зайдите в Потсдам, посмотрите, что там делается. Өзі шардың алдында таңдайды биіктікте. 5 шақырымнан биік шықсам, мені немістен зеңбіректер атып құлатады деп. Төмен кетсем, жаяу әскерлер құлатуы мүмкін деп. И өзіне 200 метрдай биікте ұшып барып, Берлин, бүткіл Берлин айналып шығып, суретке түсіріп, аман есен қайтып келеді өзім болды. Ол түсірген суреттер өте маңызды болады. 1945 жылдың 27 маусымында гвардия капитаны Талғат Бигелдинов екінші рет Совет одағының батыр атағын иеленді. Соғыс кезіндегі ереже бойынша шабуылдаушы 80 мәрте жауынгерлік тапсырмамен көкке көтерілсе, оған батыр атағы беріледі. 160 рет шайқасқа қатысса, кеудесіне екінші мәрте алтын жұлдыз тағылады. 330 рет аспанда айқас жүргізсе, онда 3-ші мәрте батыр атанады. Ал Талғат Бигелдинов 305 рет әуеге көтеріліп, 500 сағатқа жуықтайтын аспандағы айқастарда жаудың талай жарағын талқандаған. Талғат Бигелдинов тізгіндеген Ил-2 ұшағын неміс әскерилері қара ажал деп атаған. Соғыс уақытында көптеген ерлік жасаған қазақтарға Кеңес одағының батыры берілген жоқ қой. Соның ішінде мысалға Бауыржан Момышұлына да қанша ерлік жасаса да берілмей қалды. Бірақ Талғат Бигелдинов атамыз 2 мәрте Кеңес одағының батыры болуға лайық болды.
өйткені ол кісілердің ерлігін елемеу, байқамау мүмкін болмады. Ол кісіге командир дивизии 3-ші звездаға жіберді. Неге дейсіз? По вылетам он достоин. Сталинға барса, Сталин айтыпты: хватит нас, твоих, Покрышкина и Кожедуба. Сөйтіп 3-ші звезда берген. Сөйтіп академияға бітіріп, өпкілеп, ол кісі пенсия шықты. Майданға қатардағы ұшқыш болып кірген Талғат Бигелдинов 2,5 жыл ішінде авиаполк гвардиясының эскадрилья командирі дәрежесіне жетті. Соғыс аяқталғаннан кейін де ол КСР әскери әуе күштерінде қызметін жалғастырды. Тіпті Қызыл тулы әскери әуе академиясында оқыды. Академияның 1-ші курсын бітірген жылы Ақмоладан хабарламалады. Онда Талғат Бигелдиновты Макинскінің паровоз депосы КСР жоғарғы кеңесінің депутаттығына ұсынғаны туралы жазылған. Осылайша батыр 3 рет КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланды. Ал академияны аяқтағаннан кейін Талғат Бигелдинов Киев аймағында шабуылдаушы авиация полкі командирінің орынбасары болды. 1953 жылы оған подполковник шені берілді. 1956 жылдан бастап ол Краснодардағы әскери авиация мектебінде сабақ берді. Он служил на Западной Украине. Это был 1954 год. Он там осваивал самолеты, летал. Они куда-то поехали на машине, и машину обстреляли. Он должен был служить 25 лет, летчик. А его списали в 1957 году, потому что у него были тяжелые ранения не после войны. А вот когда машину обстреляли, и у него, в общем-то, не смогли, прооперировали, но не смогли изъять пули, вот, побоялись, что его или парализует, или даст еще какие-то осложнения эта пуля. Талғат Бигелдинов 1957-1968 жылдары Қазақ КСР азаматтық авиация басқармасында еңбек етті. Төрағаның орынбасары болды. Осы лауазымында ол еліміздің көптеген қаласында ұшып-қону жолақтарын салу жұмыстарына басшылық етті. Ол кезде Мәскеуге бару үшін Ташкент арқылы ұшатын. Алматыда Ил-18 ұшағын қабылдайтын берік алаң жоқ еді. Осылайша Талғат Бигелдинов кенже қалған азаматтық авиацияның дамуына үлес қосты. Өзі осы саланы толық игеру үшін Мәскеу инженерлік құрылыс институтында да оқыды. Кейін Қазақ КСР мемлекеттік құрылыс жүйесінде қызметін жалғастырды. Авиациялық инфрақұрылымнан бөлек көптеген нысанның салынуына себепші болды. Мәселен, Лисаков кен байыту комбинаты, Жамбыл суперфосфат комбинаты және Алматыдағы Республика сарайы, кітапхана, неке сарайы, цирк сынды ғимараттар Талғат Бигелдиновтың қатысуымен тұрғызылған. Китаймен, сосын басқа регионда аэродромный сеть болмаушы еді. Сол зам начальника управления гражданской авиации болып, сол проектный немен жазып, 13 жылдың ішінде қанша аэродром ашты. Қазіргі күні міне сол бәрі еңбекпен келіп жатыр. Особенно направление болған Китаймен это Жангистобе, Аягус, Ушарал, оларда болған жоқ. Қазақ СССР-ның азаматтық авиациясының басқармасының орынбасары болып, Алматы, Ақтөбе, Өскемен, қазір Тараз, Жамбыл, Қарағанды деген қалаларда аэропорттарын салған кезде, соны басқарып, соның қоласымен осы аэродромдардың, аэропорттардың бәрі ұшу қону алаңы салынды деп айтуға болады. Талғат Бигелдинов отандық авиацияның дамуына сүбелі үлес қосты. Инфрақұрылымдық жағынан да, мамандар дайындау жөнінен де оның еңбегі ерен. Батыр алдынан бата сұрап барғанда бетінен қақпай белін буып жібереді. Бұл сөзіміздің жарқын айғағы қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровпен болған оқиға. Мен қазір сенбеймін, 100 жылға мені биыл толады екен, ол кісінің туғанына. Кездескенде ол кісі
жаңа 50-ден астам жігіт сондай болды. Әдемі гражданский летчиктің киімін киген. Мен ол кісіні үйінің қасында күтіп, бір күнде отырып кездескім келді. Анау қиыр шығыстан келген мен. Ол кісімен кездесем деп. Кездестім. Ол кісі депутат, жоғары кеңес. Мен айттым, аға, мен летчик-испытатель болғым келіп отыр. Сол үшін мені армиядан босатпай жатыр. Бірақ естігенім бойынша майданда бірге соғысқан бір сіздің жолдасыңыз қазір біздің командующий войсками қиыр шығыста деді. Мен айтым, хат жазып беріңізші, мені босатсын. Сонда Талғат Бигелдинов Тоқтар Әубәкіровке, егер сені әскер қатарынан шығаруға септессем, онда әскери адам ретінде өзімді өзім сыйламағаным деп жауап берген екен. Сөйтіп Тоқтардың сұраған хатын жазып бермеген. Бірақ ол інісін одан сайын жігерлендіріп жіберіпті. Тоқтар, балам, мынау жатқан тастың астына су кірмейді. Енді жатпа жай. Осымен біздің кездесуіміз аяқталды. Аман сау бол. Бара бер. Ол кезде мен түсінбейді қалдым ол ақылын. Гостиницаға барып отырып, сонда ғана ол кісінің берген ақылы шарт ете түсті миыма. Шыны керек. Жатқан тастың астына су кірмейді. Мынау қимылдаған кісінің ісі жанбайды. Қимылдау керек. Космостан кейін ұшып келген соң, бірінші мен ол кісіні тауып алдым да, айтым, генерал Әубәкіров космосқа ұшып барып келді, сіздің алдыңыздан өтейін деп келді. Ой, айналайын, балам, осыны жақсы келгенің анау-мынау деп енді құшақтап нетті. Мен ол кезде Сағадат Қожахметовтің орынбасары болдым, бірінші орынбасары. Бір күні маған ол кісі айтады, тәкең, мен сен жолдассың. Міне саған погон, генералский погон, соны барып, ол кісінің қолына бер, ұсын. Офицер үйінде, Алматыда, сол жерде тәкеңді шақырдым. Ол кісі келді, содан кейін президенттің жарлығын оқыдым. Айттым, құрметті тәке, енді бір кезде маған өтте мықты ақыл беріп едіңіз. Сол ақылыңыз міне маған осындай дәрежеге көтерді, жеткізді. Сонымен мен сонымен пайдаланып, сізге мына погонды ұсынғым келеді. Сіз настоящий генералсыз. Генералдығыңыз құтты болсын деп құшақтап, сонымен сол кісі генерал атағын алды. 1992 жылы Совет одағының екі дүркін батыры Талғат Бигелдинов Қазақстан әскери әуе күштерінің генерал-майоры шенін иеленді. Сол жылы 4 тамызда Ақтөбедегі жоғары азаматтық авиациялық ұшқыштар училищесіне Талғат Бигелдиновтың есімі берілді. Бұл оқу орны 1974 жылы ашылған еді. Оның құрылуына да Талғат Бигелдинов үлес қосқан. Актюбинское высшее летное училище гражданской авиациядан факультет военный аштым. Ол кісі көп білімін салып, бірге жүгіріп, күллі Қазақстанда қалған авиационный базадан ұшақтар жинап, сол жерге учебный пособие жасап, класстарды дайындап, одан кейін оқытатын мұғалімдер көп болмағасын күллі Қазақстанға неше рет шауып, еліміздің жігіттерін тауып, әйтеуір 1994 жылда сол кісі тексеріп, сол жол берді. 50 жылға жуық тарихы бар бұл оқу орнының қабырғасынан мыңдаған ұшқыш даярланып шықты.
Олардың қатарында Венгрия, Ауғанстан, Вьетнам, Ангола, Кипр сынды шетелдердің азаматтары да бар. Көпшілігі жоғары жетістіктерге жетіп, басшылық қызметтерге дейін көтерілді. Атап айтсақ, қазақтың атақты ғарышкері Талғат Мұсабаев осы оқу ордасының түлегі. 1994 жылы училище базасында әскери әуе күштері факультеті ашылды. 2 жылдан кейін Совет одағының 2 мәрте батыры Талғат Бигелдинов атындағы жоғары әскери авиациялық училищесі болып қайта құрылды. 2003 жылдан бері оқу орны әуе қорғанысы күштерінің әскери институты деп аталады. Әрбір курсантқа біз айтамыз, осындай Талғат Бигелдинов атындағы институтта оқып жатсыздар. Ол кісінің атына кір келтіруге болмайды деп. Мысалға біз әрқайсысына институтқа қабылданған уақытынан бастап адамдарға ескертеміз. Жалпы өзіміздің курсанттарға, азаматтарға біз қарапайым институтта оқып жатқан жоқпыз. Орта Азиядағы жалғыз ұшқыштар мен инженерлерді дайындайтын университет сол Талғат Бигелдинов атында. Бигелдинов менің жасымда, 23 жасында, мен сияқты аға лейтенант бола отырып, 2 мәрте Кеңес одағының батыры болған. Ол қайталанбас ұшқыш, бірақ сол бізге бір кумир болу керек, сол адамның ерліктері, жасаған ерліктері. Ол әрбір ұшудың алдында Құрандарын қайталап отырған, тілін калима келтіріп отырған. Бізде кейбір ұшқыштар бар, әрбір ұшудың алдында калима айтып отырады. Менің ойымша сол да бір дұрыс деп ойлаймын оның істеген. Талғат Бигелдинов зейнет демалысына шыққаннан кейін де құр қарап отырмады. Ол автоәуесқойлар одағын басқарып, облыс орталықтарында көлік жүргізуге үйрететін мектептер ашты. Сонда батыр жерде де аспандағыдай жүйелілік болса деп армандайтын еді. Өмірінің соңғы 40 жылында Талғат Бигелдинов омарташылықпен айналысты. Атақты ұшқыш бал араларын бейбіт эскадрилья деп атайтын. Көп кіші кейін өзі мәшинемен жүрді. Өзі аралармен айланысты. Ара деген, бал деген, прополис деген өте өмірді ұзарту үшін өте көп әсер жасайды екен. Ол кісі өзі айтатынды. Тоқтарды, кел мені пачкамын, кел, барайық. Бара алмадым. Енді қазір ғана түсінем. Ол кісінің жай айтқан сөзі шақырғанына бәрін істеп бару керек еді. Қазір ойлаймын, барып, сол жақта тауда біраз ол кісімен жүріп, ол кісінің күлкісі не сұмдық болатын. Күлкі, мынаны қарашы, мынаны қалай, мынаны қара деп күліп, нетіп кеткенде мен өте таңғалатынды. Ол кісінің енді адамгершілігі мол болды. Шын әдесе жүрегі көрінеді дейді қазақ. Сол шында сондай кісі болды. Авиация генерал-майоры Совет одағының 2 мәрте батыры Талғат Бигелдинов 2014 жылы 93 жасқа қараған шағында мәңгілікке аттанды. Ұрпағына ұлағат болар аңыз қалдырып кетті. Совет одағының батыр атағын 2 мәрте алған 120 адам болса, солардың ішінде бір ғана қазақ бар. Ол Талғат Бигелдинов. Наш музей отличается богатством экспонатов. Вот сегодня мы сейчас стоим возле витрины экспозиции, посвященной нашим военным летчикам. Летчики – это элита. Это действительно элита. У нас 4 дважды Героя Советского Союза. Бигельдинов, Беда, Павлов, Луганский. Но вот с 2 из этих героев, дважды героев, я лично была знакома. Это с дядей Талгатом и с дядей Сережей Луганским. Фронтовики часто собирались у нас дома. И дядя Бауржан Мамушев, дядя Малик Габдуллин. Представляете, Дмитрий Федорович Снекин, Балтабек, Джаспазбаев. Ну, вот, то есть я всех их знаю вот вживую. И когда они садились и говорили, мы счастливчики. Мы вернулись живыми. Да, вот они возвращались покалеченными, они были инвалидами кто-то или еще что, но они были другие.
Они радовались каждому моменту. И вот дядя Талгат, он был тоже очень такой жизнерадостный, жизнелюб. Мен өзім осы Талғат атамыздың атындағы орталық Азияда орналасқан жалғыз әуе қорғанысы күштері әскери институтының әуе кемелерін және қозғалтқыш техникаларын пайдалану саласы бойынша оқуға түстім. Себебі мен жастайымнан Талғат атамыз секілді әуеде ұшуды армандаған болатынмын. Сонымен қатар менің үйімде ата-анам, ағаларым баршасы әскери адамдар болды. Сондықтан да әскери авиация саласына оқуға түсуге өзім алдыма мақсат қойдым. Бұл оқуға түсу мен бала күнгі арманым болатын, ұшқыш болу. 11 сыныптан кейін осы оқу орнына түсу үшін дайындалдым. Физикалық тұрғыдан, білім жағынан болсын, мәліметтер жинап, көріп отырғаныңыздай арманым жетті. Осы отанымызға қызмет етіп, Қазақстан қарулы күштерінің әуе қорғаныс күштерін дамытуға өз септігімді тигіземін деп ойладым. Талғат Бигелдиновтың ұясынан шыққан қырандар ел мен жерге қорған. Олар қияға самға, алтын күн астында алтын қыран болып қалықтай бермек.